Гран Туризмо деген фильм жайында естіген шығарсыз. Ойын мен нақты оқиғалар негізінде түсірілген бұл фильм өткен жылдың жазында шыққан. Сіздің де достарыңыздың бірі бұл фильмге барып, кейінірек ол туралы жақсы пікірін қалдырған болар. Сондай-ақ Форд Феррариге қарсы фильмін көрген боларсыз, шиеленіскен қарама-қайшылық туралы. Сонымен қатар, оларға ұқсас гонка фильмі аңызға айналған Ники Лауда мен Джеймс Ханттың Формула 1 шабандоздарының қарсыласуы туралы түсірілген кино. Бұл фильмдерді не біріктіреді? Олардың барлығы өте динамикалық және соңына дейін шиеленіскен оқиғаларға толы. Қозғалтқыштардың гүрілдеуі, шиналардың сықырлауы және адреналиннің көбеюі. Бұл фильмдер дәл осындай эмоцияларды тудырады. Ал енді мен сіздерге жоғарыда айтылғандардың барлығының қоспасы бар, Жапонияда түсірілген аниме бар деп айтсамшы. Шабандоздар арасындағы қақтығыс, үлкен жылдамдық және кез келген жағдайда жеңіске жету деген құштарлығы бар аниме. Сонымен бүгін мен сіздерге басып озу атты тайтл туралы айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Бастамас бұрын айтып өтейін. Басып озу жарыс сюжетті аниме болғанымен, бірінші кезекте ол аниме. Ондағы барлық нәрсе аниме стилінде жасалған, және көп жағдайда фокус драмаға бағытталған. Әдеттегідей бұл кез келген анимеде жасалады. Шынымды айтсам, әдетте фильмдер жеткізетін жарыс құмарлықты анимеде қалай жеткізуге болатындығын мен елестете алмаймын. Мүмкін басып озуды түсіргендер де солай ойлаған шығар. Сондықтан барлық назар қарапайым адамдардың туралы классикалық драмаға ауысқан. Әрине мен мұндай тайтлдарды өте жақсы көремін, және олардың тұтас тізімін құрдым. Бірінші серияның басында бізді бірінші басты кейіпкермен таныстырады. Басып озуда басты кейіпкер екеу. Коя Мадока есімді фотограф. Психологиялық жарақаттан зардап шеккеннен кейін ол адамдарды түсіре алмайды, тек заттар мен пейзаждарды. Суретке түсіру қабілетін жоғалтқан фотограф ол жақсы емес екендігі бірден белгілі болады. Сіз үшін қалай екенін білмеймін, бірақ мен бұл жігітті бірден аяп кеттім. Себебі адамдарды суретке түсірге тырысқанда, яғни өз жұмысын орындауға тырысқанда, оның көз алдында оған қарай жақындап жатқан үлкен толқынның бейнесі пайда болады. Оны көргенде байғұс Мадока суретке түсірмек түгілі саусағында қимылдата алмайды. Мадока қызметте болған кезде табиғи апаттың эпицентріне түскен болар деген күдік туындайды. Бұл туралы естеліктер оған бұрынғыдай жұмыс жасауға мүмкіндік бермейді. Ол өзіне мотивацияның жеткіліксіз екенін сезінеді және оған бұрынғы фотосуреттерге деген құштарлығын қайтаратын нәрсені іздейді. Бір күні оған жұмыста Super GT жарыс сериясы туралы мақала үшін фотосуреттер түсіру тапсырылады. Сөйтіп ол жарыс трекке барып, машиналарды суретке түсіреді. Ал қайтып оралғанда кездейсоқ басқа жарыс сериясының F4 паддогына түседі. Мадока сол жерде Бель Сариза жарыс командасының иесі болып табылатын өзінің жұмыстағы танысы Норицуне Энмен кездеседі. Ол Мадокаға F4 жарыс сериясы туралы егжей-тегжейлі айтып береді. Бұл жаңадан келгендермен әуесқойлар өнер көрсететін кіші сериялардың бірі болып шығады. Мадока осы жарыс сериясының рухын көріп, барлық құмарлығымен өз сүйікті ісімен айналысатын адамдармен қоршалғанда, ол өзінің де бір кездер сүйікті ісіне әуестенгенін есіне алады. Мадока F4 әуесқой командаларының бірі Камати Моторс командасымен танысады. Олардың шабандозы жас Харука Асахинамен танысқаннан кейін Мадока олардың командасының жанкүйері болып шығады. Ұзақ уақыт бойы сезбеген толқуымен тырысуға ұмтылысты сезінеді. Себебі Камати Моторстың болиді жарыста жеңуге өте жақын болған еді. Бірақ өкінішке орай Харука бұзылысқа байланысты қашықтықтан шығады. Ол сабырлы болып көрінгенімен шын мәнінде қатты ренжеді. Мадока оның көз жасын көріп, өз-өзінен күтпеген жерден алғаш рет адамды суретке түсіреді. Ол жылап тұрған Харуканың суреті еді. Мадокаға жарыстар мен Камати Моторс командасы қатты әсер еткені соншалық,
келесі күні олардың демеушісі болуға шешім қабылдайды. Ол Харуканың үйіне келеді. Әлде бұл база, әлде гараж ба? Жалпы оны Харуканың өгей әкесі Футуси Комаки, команда иесі, сондай-ақ оның ұлы Харукидің ағасы механик Катаро Комаки қарсы алады. Футуси Мадокаға Харуканың тарихын айтады. Оның ата-анасы қайтыс болған екен. Анасы аурудан, ал әкесі, ол да шабандоз, 2 жылдан кейін жарыста апатқа ұшыраған айтады. Ата-анасы қайтыс болғаннан кейін кішкентай Харука әкесінің жолын қуып, оның досы болған және онымен бір командада өнер көрсеткен Футусиден Комаки Моторс команданың мүшесі болуға рұқсат сұрайды. Бұл оқиғаны естіген Мадока демеуші болу идеясы одан әрі күшейеді. Бірақ содан кейін оны Харуканың суық сөзімен аспаннан жерге түсіреді. Мадокаға жарыс командасына демеушілік жасаудың қаншалықты қымбат екенін түсіндіреді. Ол жиі өзгертуге тура келетін шиналардың бағасы туралы айтады. Болидтің қызметі көрсету туралы. Тіпті команда оған арналған қозғалтқышты жалға алатынын түсіндіреді. Жалпы команда күн көрісі қиын екендігін айтады. Сандарды санап, Мадока тіпті 1 жылдың ішінде бұндай көп ақша таба алмайтынын түсіне бастайды. Қазақстанда бұл спорт түрі неліктен жоқ екені бірден белгілі болады. Аталған терминдермен жарыс команданы ұстауда қандай қиындықтар бар екенін айтылғаннан кейін, автор өзінің үй тапсырмасын жақсы орындап, тақырыпты зерттегені белгілі болады. Мадока демеушілікті көтере алмайтынын түсінеді, сондықтан команда үшін басқа демеушіні табуға көмектесемін деп шешеді. Бастапқыда үлкен демеушілерді тартуға мүмкіндік болмады. Сондықтан Мадока Харукадан онымен бірге кішігірім демеушілерді іздеуге шақырады. Олар бірге Харука тұратын бүкіл ауданды айналып өтіп, барлық шағын кәсіпкерлерден Комаки Моторс командасына демеушілік жасауды сұрайды. Алайда олардың да арасынан демеушілерді таба алмайды. Сөйтіп, күтпеген жерден Мадока түсірген Харуканың жылап тұрған суреті дұрыс қолға түседі. Минералды су сататын компанияның маркетологтары ол жігітпен қызығып, оны компанияның бет-бейнесі еткісі келеді. Жалпы демеуші кішігірім уақытқа болса да табылды. Байқадыңдар ма? Мен бұл аниме туралы 8 минуттан астам уақыт бойы айтып келе жатырмын, бірақ жарыстың өзі туралы ештеңе айтқан жоқпын. Бұл анимеде фокус драмаға бағытталған деп айтқан кезде не айтқым келгенін түсінген боларсыз. Сонымен демеуші табылды. Қымбат жаттығуларға ақша бар. Жарыста жеңіске жететін уақыт келді. Бірақ бәрі оңай емес. Бізге әлі басты кейіпкерлердің мотивациясын түсіндіріп, оларды мінездерін ашып, жаңа кейіпкерлермен таныстырып, олардың да мінездерін ашуымыз керек. Мұның барлығына маусымның қалған бүкіл эпизодтары кетеді. Осыдан кейін ғана жарыстарға тиісті көңіл бөліне бастайды. Ары қарай бізді Харукидің жарыстағы қарсыластарымен таныстырады. Жарыс фавориттері және Бельсариза командасының бас шабандоздары Сацуки Харунага мен Тосики Такумару. Сацуки бәрін оңай және қиындықсыз қолына алады. Ол жарыстың басты сүйіктісі, абайсыз және жеңілтек. Өз-өзін Джеймс Хантқа теңейді. Дегенмен автордың золын қолымен тағдыр оған Ники Лаудаға сияқты қарайды. Бұл жерде аниме жасаушылар жарыс фильміне ма, әлде Формула 1-де болған оқиғаларға нақты сілтеме жасады ма түсініксіз. Тосики керісінше, дөрекі және күйгелек. Харуканы барлық кішігірім қателер үшін кінәлайды. Және ол сияқты әуесқойлар жолдағы қалған шабандоздарға қауіп төндіреді деп мәлімдейді. Сонымен қатар ол Харукидің кесірінен мәреге Сацукиден кейінірек келген жағдайын ұмыта алмай жүреді. Нәтижесінде оны Бельсариза командасының 2-ші жүргізуші ретінде тағайындайды, ал Сацукиді 1-ші жүргізуші ретінде. Әрі қарай бөлімдер дәл мен айтқанымдай, кейіпкерлердің мінездері мен олардың мотивациясын тереңірек ашады. Егер бұл анимені құрметтейтін бір жер бар болса, онда ол автордың барлық маңызды кейіпкерлерді сынақтан өткізгені. Оларды өз-өздерін жеңуге, жаңа нәрселерге үйренуге және дамытуға мәжбүрлеткені. Көп спойлер айтпай қояйын, бірақ соңғы бөлімдерде барлық басты кейіпкерлер қатты өзгеріп кетеді.
Тосики өзінің ішкі жындарын жеңеді және тек өзін ғана емес, басқалар туралы да ойлауды үйренеді. Сацуки қиын жағдайда да күшті мінезді және күресуге қабілетті екенін дәлелдейді. Харука жақын адамдары ол үшін жеңістен гөрі маңызды екенін дәлелдейді. Ал Мадока ақыры өзінің психологиялық жарақаттарын жеңіп, ары қарай бақытты өмір сүреді. Бүгінге бар болған осы. Егер сізге бұл бейнеролик ұнаған болса, арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз және видео астында пікір қалдырыңыз. Келесі бейнелерде кездескенше.